Бар. ұбт-ға дайындық сабақтарын бастайық. Бірінші нұсқадан бастағым келіп тұр. Так, бірінші есеп 10 түбірасты 3 минус 48 дегеніміз 16 мен 48 дегеніміз 16 мен 3-тің көбейтіндісі ғой. 16-тан 4 шығады. Минус 75 дегеніміз 25-тен 5-тің көбейтіндісі. Одан 5 түбір астында 3 шығады. Так, түбірдің астына сандар бірдей, сондықтан біріктіріп жібереміз. 10-нан 4 аламыз 6, 6-тан 5 алсақ 1. 1 дегеніміз, яғни түбірдің алдына жазылмайды. С нұсқасы. Так, мына жерде А-ның квадраты бөлігі А-ның минус 9 дәрежесі бар. Так, ерінге былайынан жаза салайық. Мына жерде минус 3-ті 4-ке бөлеміз, дәрежені дәрежеге шығаруда. А-ның минус 12 дәрежесі, мына жерде А-ның минус 7 дәрежесі. Сонда болады. Так, 12 дәрежені дұрыстап жазып жіберейін. 12 дәреже. Так, бөлу кезінде негіздері бірге азайтылады. Дәреже көрсеткіштеріміз азайтылады. Минус 7 плюс 12 А-ның 5 дәрежесі. С нұсқасында тұр екен. Так, мына жерде мына шегесінде косинус квадрат 18 градус бере салайық. Косинус 36 градус дегеніміз. Шегесіне кір береміз онда. Косинус 2 көбейтілген 18 градус деп жазсақ болады ғой. Так, синус квадрат 18 градус минус косинус квадрат 18 градус. Бөлімі косинус квадрат 18 градустың өзі. Енді қарайық. Мынау косинус 2 альфаның формуласы қойды. Косинус 2 альфаның формуласын деп жазсақ. Кос квадрат альфа азайтылған син квадрат альфа деген формула бар еді ғой. Соған сәйкес, сонда кос квадрат альфаның орнында бізде 18 градус тұр. Минус син квадрат 18 градус. Бұл мынау косинус 2 бөлінген 18 градус. Енді мынаның өзін плюс синус квадрат 18 градус минус косинус квадрат 18 градус. Так, мына астына кеңдеу жерге жазайықшы. Бізде кеспетте бір-біріне. Так, бұл жаққа жазайық. Кос квадратына косинус 2 бөлінген 18 градус дегеніміз косинус 18 градус минус синус квадрат 18 градус. Енді мына синус квадрат 18 градус жазайық. Минус косинус квадрат 18 градус. Бөлімде косинус квадрат 18 градус деген. Так, жауабы олай бөлініп тұр. Минустың плюс кетеді, минустың плюс кетеді. Алымы 0, бөлімде кос квадрат 18 градус. Жауабы 0 бөлініп тұр. Тазалай кетейік. Так, көп мүшенің дәрежесін анықтаңыз дейді. Енді көп мүшенің дәрежесін анықтау кезінде берілген мынау бір мүше бар ма? Әрбір бір мүше. Міне. Мынаның өзін аласыз. Бірақ енді бұда айнымалы жоқ, сондықтан бұл тұра берсін. Сонда бізде мына x-тің 4 дәрежесі, y-тің 5 дәрежесі. Көп мүшенің дәрежесін анықтау үшін, яғни дәреже көрсеткіштерін қосамыз. Бірінші көп мүшеде 4 пен 5-ті қосайық, 9. Мына жерде 6. Мына жерде 1 ғой, 1 мен 7, 8. Енді осылардың арасында ең үлкен қабылдаймыз жауапқа. Сонда жауап 9 болады екен. Келесі, теңдеп шешіңіз дейді. Енді мына жерде орны жауаптарды қойсақ та болады негізінде. Немесе шешіп көрейік. Так, мынаны мына бетке өткізейік. Мынаны мына бетке өткізейік. Мына жерге жазайын. 3-тен 2 y минус 9-тан 5 y болады. Тең 3-тен 1-іміз плюс болып өтті. Ортақ бөлімі 9, сондықтан мынаған 3 береміз шегесіне. Так, 6y минус 5y болып тұр. Мынаған 1 ғой.
тең 3-тен 1. 9-дан y болады. Тең 3-тен 1. Пропорциясын былай x өсін x табасы y 3-ке көйтеміз, 9-ды 1-ге көйтеміз ғой. 3y тең 9, y-міз 3-ке тең 2. 3 деген жауап бар ма? 3 деген жауап бар екен. Келесі есебімізді көтеріп алайық. 6-шы есеп теңдеулер 8-ге көйтіп жібересің. Өйткені қосу әдісімен бізде y-тарымыз жойылу керек. 3x минус 8y тең минус 43. 8-ге көйтсек бізде 32x плюс 8y тең минус 240. 32 272 болады. 240 32. Қосу тәсілімен y-тарымыз кетеді. Y-тарымыз сонда қосқанда 35x тең екі теріс санымыз қосылады. 315. X-ті табу үшін не істейміз? 315-ті 35-ке бөліп өтсеміз, яғни минус 9 шығады. X-тің мәні. Алып, мына жерге қойық. Сонда 4 көбейту минус 9 плюс y тең минус 34. Минус 36 плюс y тең 34. Минус 34. Y табу кезінде мынауымыз 36 плюс болып барады. Мына 2 қалады. Жауабы минус 9-та 2. Бірінші x-тің мәні жазылады ғой. Екінші y-тің мәні жазылады. Минус 9-да 2 деген жауап. А нұсқасына тұр екен. Келесі есепті қарайық. Интеграл астында 1-дің x минус 3-ке қатынасы. Енді ол мына жерге интеграл мысалы 1 бөлінген x болса, қалай еді? ln x етіне модулас плюс с бар. Бұнда бізде ln x-тің орнына не істейміз? Модуль астында 3 плюс с. Ал егер x-тің алдына мысалы 4 деген сан болатын болса, мына жерге 4-тен 1 болып түсетін. Солай ғой. Тазалай кетейік. Келесі конустың радиусы 3 есе артса дейді. Конус дегеніміз қалай бізде мен деп тазаласам. Конус дегеніміз туған күн кешінде басқа киетін қағаздан жасалған шапка, былай айтқанда. Бізде радиусы. Радиусын x деп қояйық. Немесе r деп қояйық. R деп қояйық. Осы радиусымыз 3 есе артса дейді, оның көлемі неше есе артады. Көлем формасы қалай? 3-тен 1 s табан көбейтілген h етіне. Мына жерге биіктік беріп қояйық. Мынау бұл бірінің формуласы делік. Бізге биіктікті ойдан береміз. Биіктікті 4 деп белгілеп қояйық. Радиусты биіктік. Радиусты 3 деп белгілей салайық. Көлемді табу үшін 3-тен 1. Табанның ауданы пи r квадрат еді ғой. Көбейтілген h. R дегеніміз 3. H дегеніміз 4. 9 мынамен кетеді. 12 пи. Енді бізге айтады, екінші жағдайда h-мыз осы биіктік тұрады, бірақ конустың
Так. Ладно, мынау қайсысына шатастырып тұрмын. Алдың ғой. Так, радиус 3 есе артса дейді. Радиусымыз R2-міз 3 есе артса ол 9 болады. Мұнда бір екіні тауып көрейік. 3-тен 1, яғни PR R2-нің квадраты болады. 3-тен 1 пи, R2-міз 9, ол дегеніміз 81. H дегеніміз 4-тен 27. 27-ні түпке бөлсек. Так, болады. 80, 28, 108 болады. 108. Пи бар. Енді қанша есе үлкен болғанын табу үшін, қанша есе артатын табу үшін көлемді, үлкен көлемді кіші көлемге бөлесіздік. Пи. Так, бізде пи кететін еді 9. Барманда жоқ. 9 есе кетті. Нұсқасын бітірген. Енді келесі кезекте модуль бар теңсіздікті былай 1 плюс 1 минус шешіп, бөлшегімізді шешіп отқаннан гөрі өзінің жауаптармен жұмыс істей салған дұрыс болатын сияқты. Енді қаяқшы? Мынау модульдің ішіне 10 сан шығады ғой, енді мына жердегі сандар қайсысын қойсақ та. X-ны да сан қойып, оған 5-ті қосқанда жағы 10-нан кіші сан болу керек. Егер біз мына 5-ті қоятын болсақ, мына жерге 10 болады, модульдің іші ол 10-нан кіші болмай қалады. Демек, бұл жауап дұрыс емес дейді. Енді 3-ті қояйық. 3-ті қойсақ 8, ол 10-нан кіші. Мына жерге қойсақ та 3-тің квадраты 9 минус 12 плюс 3 бөлігінде бөлімде не болды? 3-тің квадраты 9 минус 9. Бірден үлкен бола ма деген сұрақ туындап тұрған. Так, бізде бөлшектің бөлімі 0-ге тең болып қалды. Сондықтан бұл жағдай болмайын деп тұр. Минус 1-ді қояйық. Минус 1-ді қойсақ мына жеріміз 4, ол 10-нан кіші. X-ардың орнына қойсақ 1 плюс 4 плюс 3. Минус 1-дің квадраты 1. Бізде теріс сан шығайын деп тұрмын. Минус 1-ді қойғанда так. Минус 5 болады. Ал плюс сан бөлім минус сан болып қалды. Енді плюс минуске өтсек бізде жалпы минус сан шықпайды. Минус сан бірден өткіземіз. Бұл жауапта болмайды. Сонда С жауабы болады ғой. Оны тексере салғанда. Келесі. 10 есепті көрейік. Мына 2-ге көбейтіп 2-ге бөле салайық. Сонда 2 синус. Так. Синус 2 көбейту 2х бөлінген 2 тең минус 2-ден 1. 2-ден 1-ні алдына шығарып жіберейік. Сонда синус 4х тең минус 2-ден 1. 2-ден 1-ге бөліп жіберейік. Мыналар кетеді. Сонда синус 4х болады. Минус 1. 4х-іміз, так, синусіміз минус 1-ге тең болады. Минус пи бөлінген 2 болып жетеді ғой. 2 пи-ін.
Төртке бөлетін болса x тең минус пи бөлінген 8 плюс пи бөлінген 2 бөлініп тұрған. Так, ол бізде А нұсқасына тұрады. Келесі. Так. Функция туындысының x нөлі нүктесінің мәні тап. Туындысын табамыз. 2x плюс одан туынды табатынбыз. Есімізде болса, бөлшектің бөлімінде түрдің астында x плюс 5. Мынамыз нөл көре болады. Tamam, жазбай қойдық. Сонда 2x плюс 2, жақта 2, түбір астында 2x плюс 5. 2-nin 2 жойылады. Сонда не болады? 2x плюс 1 бөлінген түбір астында 2x плюс 5. X-ні равен нүктеміз минус 2 тең, мына жерге қоямыз оны. Сонда не болады? Минус 2 қойғанда. Минус 4 плюс, так, 4-дің астында минус 4 плюс 5, я. Мына жерден 1 шығады, 1-ден 1 болады. Сонда минус 4 плюс 1, минус 3 деген жауапталады екенбіз. Ол бізде нұсқасында тұрған. Келесі. Тәген мынау қарап бөлшектің алымы плюс сан, демек бөлімі де плюс сан болу керек. Еттен плюсті плюске бөлгенде плюс сан, яғни нөлден болу керек. Демек біздің бөлшектің бөлімі плюс болу керек. 2x минус 9 плюс болу үшін нөлден болу керек. 2x үлкен 9-дан x үлкен 4,5-дан. Аралық қысыр жерсек ашық нүкте 4,5. Нұсқасына тұр екен. Келесі 13-ші есеп. Аудан тап дейді. Аудан табу үшін вектірлі жағдайында табылады. Мынау С қабырғасы, мынау А, бадақ қойып. Мынау көршілес екі қабырғасының көбейтіндісінің жартысын арасында бұрыштың синусына бөліп жетіп қой. Табы синус альфа. Так, немесе 30 градусқа қарсы тұрған қабырға катет, яғни гипотенузаның жартысына тең. Демек ол не болады? 4 болады. Аны табу үшін не істейміз? Пифагор теоремасына салып 8-дің квадратын 4-дің квадратын алып тастаймыз. 64-тен 16-ны алып тастаймыз. 48, 48-ден 4 түбір астында шығайын деп тұр. 4 түбір астында 3. Осы екеуін көбейтіп 2-ге бөліп салмаймыз, өйткені мынаны. Мына тікті өтпішке толтыратын болсақ, тікті өтпіштің аудан формуласы қалай еді? Ұзындықпен ең бөлдік. Мысалы, 3 бұрыштығын табу үшін есіміз бұрыштығында соны 2-ге бөлеміз. Сонда 4 көбейтілген 4 түбір астында 3 бөлінген 2. Болады 16 2-ге бөлінген 8 түбір астында 3. 8 түбір астында 3 болады екені. Так, мына таза екен. Так, мына жерде енің алғашқы функциясы бізде ең x дәрежесі өзі болады. Мынау a-ның x дәрежесінің алғашқы функциясы табылады ғой. Ол a-ның x дәрежесі өзі и бөлінген ln a еді ғой. Аның орнында бізде 2 түрі плюс 1-дің алғашқы функциясы бізде x етін. Плюс дәл ондай жауап бізде сын нұсқасында тұр екен. Келесі 15 есеп конустың жасаушы екпеден бізде конус берілген. Конус 2 тең дейді. Дәл оның биіктігі болады. И радиус болады. Так. 30 градус бұрыш жасаған дейді. Мына жеріміз 30 градус. Мұнда қалған 3 бұрыш болып тұр ғой, тік бұрышты 3 бұрыш.
Межеміз 30 градус. Екіге тең. Конустың табанын аудандап дейді. Так, демек бізде табаны дөңгелек пи р квадрат, иә. Р табылып, бізде мына р деген сөз. 30 градусқа қаршыдан катет, гипотенузадан жарысатын демек бір. Сонда біздің радиусымыз болады 2-нің квадратынан 1-дің квадратын алып тастаймыз. Түбір астында 3. Аудан табатын болсақ, пи көбейтілген түбір астында 3-тің квадраты, яғни 3 пи болады екен. А нұсқасында тұр. Так, келесі. Мына жерде көбейтеміз. Негіздер бірдей болып тұрған. Логарифм 2 негізі. Так, көбейтсек x квадрат плюс 3x плюс 2 болады. Так, логарифм 2 негізді 2 дейсің. Екі жағында логарифм 2 негіздерді жоямыз. Так, мына жерден 2-нің 2 кетеді. Жақшының сыртына бірден шығара берейік. Плюс 3. Сонда бірінші түбіріміз 0, екінші түбіріміз минус 3 болып тұр. Енді айта кететін бір жағдай бар. Бізде анықталу облысы деген ұғым бар, яғни ММЖ, иә. Мүмкін мәндер жиынтығы. Нөлден үлкен болу керек. Нөлден үлкен болса, x плюс 1-іміз нөлден үлкен болғанда ол минус 1-ден үлкен болу керек. Мына жерде плюс 2-ден үлкен болғанда ол x плюс 2-іміз нөлден үлкен болғанда минус 2-ден үлкен болу керек. Яғни бізде минус 1-ден де минус 2-ден де үлкен ол қандай сан екен? Ол нөлден сан екен. Так, мына жерде көбейтеді. Логарифм 4 негізі x, y. Ең бір. Мына жерде y бірден тауып жіберейік. 9 минус 2x. Жүйе. Так, сонда x, y-тің көбейтіндісі 1-ге тең. Y-тің мәні 9 минус 2x-ке тең болды. Y-тің мәні мынаны. Алып мына жерге қоямыз. Сонда x көбейтілген 9 минус 2x тең 1. Көбейтсек минус 2x квадрат минус 9x плюс, яғни минус 1. Так, 0-ге бөліп жібереміз. Минус 1-ге бөліп жібереміз. 2x квадрат минус 9x плюс 1 тең 0. Так, түбірлерін табатын болсақ, дискриминанттан 81 азайтылған 4x8. Сонда болады 32 болады, 4 көбейту. Так, логарифм болады. Сонда бізде болады 4-тің бір дәрежесі бар ғой. Сонда ол 4 болады. Так, 4 көбейтілген жағдайда мына жағымыз 4. 4. Так, дискриминант тапсақ, 81
минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген 2. Так, 16. Мына 4. 16, 2, 32. 49. Бұдан 7 шығады. Так, x біріміз табатын болсақ, бөлімінде 4, алымында 9 минус 7. Так, 2-ден 1. x2-ні табатын болсақ, қалай болады? 9-ға 7-ні қосамыз, 16, 14-ке бөлсек 4. 2-ден 1, 4 деген жауаптар. Так, бар екен онда жауаптары. Енді y табамыз точно. Мына жерге 2-ден 1-ді қойық. 2-мен 2 қысқарады. 1, 8 болды. Y біріміз. Y 2-ні табатын болсақ, 4 қоямыз. 8, 9-дан 8 асақ 1 болады. Сонда жауабы x біріміз, 2-ден 1-іміз 0,5. Өміршікін жүзі жазмай қалды ғой. Y біріміз 8. Өміршікін жазбай қалды. Қалған есептерді келесі сабақта жалғастырайық. X2-міз 4. Y2-міз 8. 4-нен 5-те 8. 4 тоқында 1 болады. Мынамыз 8-те 1 ғой. 4-те 1. Сонда нұсқасы болады. Қалған есептерді келесі сабақта жалғастырайық. Мен ручканы дұрыс жазбай қалған сияқты.